Сәлеметсіздер ме? Сіз жүктісіз бе? Жоқ әлде жүктілікті жоспарлап жүрсіз бе? Әлде бала емізесіз бе? Егер де сізде осындай 3 пункттың біреу болатын болса, онда осы видео сізге арналады. Есімім Гүлдана Жанәліқызы, дәрігер. Егер де сіз жүктілікке дайындалатын болсаңыз, кем дегенде 1 жыл көлемінде дайындалу керек. Жүктілікті психологиялық және физиологиялық түрде дайындалуымыз керек. Екінші ол физиологиялық. Физиологиялық дегеніміз, яғни әйел адамның физиологиялық тұрғыда дайын болуы жүктілікке. Бұл денінің саулылығы деген сөз. Біз жүкті болған кезде қандай анализдерге тапсырамыз? Женский консультацияда анализдер өздері жібереді. Сол анализдерге қосымша айтпақшымын. Витамин D3-ға. Витамин D3-ді тексересіз. Витамин D3-дің құрамы сізге жеткіліксіз болса, дефицит болатын болса, сіздің балаңыздың өсуіне, сүйегінің, тірек қимыл аппаратының дамуына кедергі болады. Иммундық системаға әсер етеді. Және де екінші тапсыратын анализдер бұл қалқанша безінің анализдері. Бұл ТТГ, Т3, Т4 свободный анти-ТПО. Және де ультрадыбыстық зерттеу. Қалқанша безінің ультрадыбыстық зерттеуі. Одан кейін барып ферритин. Ферритинді қабыну процесі кезінде тапсыруға болмайды. Егерде сізде жиі анемиямен болатын болса, сол кезде ферритинді ауырып жүрген кезде, вирустық инфекция кезінде тапсыруға болмайды. Себебі бұл ложный информация беру мүмкін. Ферритин вирустық инфекция кезінде жоғары көрсетеді. Егерде сіз ферритинді ауырып жүрген кезде тапсыратын болсаңыз, латентный, яғни жасырын анемияны білмей қалуыңыз мүмкін. Одан кейін витаминдерге тапсырасыздар, В тобының витаминдеріне тапсыру керек анализдер. Енді қандай витаминдер ішуіміз керек? Егерде сіз жүкті болсаңыз, бала емізетін болсаңыз, қандай анализ тапсыру керектігін айтамын. Ең бірінші витамин D3 ішуіміз керек. Бұл біз профилактикалық дозада витамин D3-ді ішетін болсақ, жүкті болған кезде D3-ді анализін тапсыра отырып, тіпті емдеу дозасына да ішуге тура келеді. Екінші, бізде жүкті боласаған кезде фолиевая кислота дегенді көп әйел адам білетін шығар. Сол жүктілік, бұл фолиевая В тобының витаминдері, бұл адамның нерв жүйесінің дамуына жақсы әсер ететін витаминдер болып табылады. Бұның да өзінің дозасы бар. Бұл фолиевая кислотаның да организмге сіңетіні бар, сіңбейтіні бар. Сол үшін өзіңіздің дәрігеріңізбен кеңесе отырып, дәріні қабылдайсыз. Витаминді қабылдайсыз. Және В тобының витаминдерін омега ішу керек. Осы және де микроэлементтер, жаңағы цинк деп атамыз, марганец деп айтамыз, солардың барлығын ішуіміз керек. Енді қандай мамандарға қаралуымыз керек? Сіздер өзіңіз женский консультацияда тіркелетін болсаңыздар, өздеріңіздің анализдеріңізге қарай гинеколог дәрігерлеріңіз жібереді. Ал менің кеңесім бойынша, егерде қалқанша безінде қандай да бір ауытқу болып жатса, эндокринологқа қараласыздар. Және де остеопатқа баруларыңызға кеңес беремін. Остеопат дегеніміз біздің ішкі құрылыстарымыз, өзіміздің отырған отырысымыздан, жүрген жүрісімізден біздің ішкі органдарымыздың жаңағы дұрыс орналаспауынан, сүйектеріміздің дұрыс орналаспауы, бұның барлығы біздің денсаулығымызға әсер етеді. Және де босанғаннан, осы срок жақындаған кезде, яғни босануға жақын болған кезде де остеопатқа барғандарыңызға кеңес беремін. Кейбір кездерде баланың дұрыс орналаспауына да осы остеопат жақсы көмегін тигізеді сіздерге. Босанғаннан кейін не істеу керек, әйел адам? Босанғаннан кейін де остеопатқа барғандарыңыз дұрыс. Және де мен айтқан витаминдерді тағы да ішесіздер. Және де дәрігердің консультациясында босанғаннан кейін де тағы да болуларыңыз керек. Сау анадан сау бала туылады. Осыны есте сақтайық. Ауырмайық, сау болыңыздар.